Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Сако кезет арнасы. Достар, видеоның атынан көріп отқандай, бүгінгі видеода мен сіздерге қалай минусовка жасайды немесе дауыс қалай жазады. Көбісі өздерінің бір тректерін жазғысы келеді, немесе рэп музыкаларын жазғысы келеді. Бүгінгі видеода мен сіздерге телефонмен соны қалай жасайды, соны айтатын боламын. Ендеше достар, кеттік. Достар, ол үшін телефонмен ең алдымен Play Marketке кіреміз. Play Marketке кіргеннен кейін поисққа Sync Play деп жазамыз. Достар, қате естіген жоқсыздар. Sync Play. Sync Play, вот осында шығып тұр бірінші болып. Вот осындай Sync Play MP3 Karaoke Recorder деген программа шығады. Осыны өзіңіздің телефондарыңызға жүктеп аласыздар. Мен өзімнің телефоныма жүктеп алдым. Мінекей, менде Sync Play деген бар. Енді бұны қалай қолданады, соны көрсете кетейін. Ең алдымен Sync Play программасына кіреміз. Кіргеннен осындай загрузка бар. Және достар, бұнда көбінесе рекламалар шығып тұрады. Рекламадан шығып кетеміз. Кірген сайын реклама шығады. Мен де білмеймін, сіздер шықпауы мүмкін. Мен де басында шықпай жүрмін, содан шығып кетті. Кіргеннен осындай менюға түсесіз. Мінекей сіздердің өлеңдеріңіз шығарып тұрады. Өзіңіз қалаған бір өлең табасыз. Достар, мұнда көптеген өлеңдер минусовка қылмайды. Просто вокалын удалить етеді и все. Вокал ол, яғни жанды дауысты айтып жатса, онда ол вокал болып саналады. Оны удалить ете алады. Енді мінекей фаворите деген мұнда лайк, яғни сіз звезда қойған музыкалар, мысалы мен мына бас кетедіге осылай звездочканы бассам, ол фаворит деген ішіне түседі. Яғни сіз ұнатқан өлеңдер деген сияқты. Ол бірақ керек емес маған. Мінекей соңында біздің өлеңдер тізімі, артист, яғни адамдардың өлеңдері сияқты, яғни мысалы Асқар Қаламызанның өлеңдері шығады. Және фолдердің ішінде папкадағы өлеңдер табамыз. Енді мен қазір осы фолдердің ішінен бір музыка қарайық. Так, мысалға, мұнда көбінесе мен минусовкалар скачать еткем жазу үшін. Так, ол бізге керек емес. Так, мен қазір сіздерге барлығын бірдей көрсетіп тастаймын. Так, мен флешка... Мұндан қарасам, достар, менде флешка қайдан қарайтын таба алмай қалдым. Мысалы, мінекей, менің әкем ең жақсы адам деген музыканы таңдайық. Осымен басамыз. Басқаннан кейін осындай загрузка жүреді. Оны күтеміз. Вот, автоматически өлең қосылып кетеді. Осы кезде сіз ол жерден екі батырманы байқайсыз. Мынау дыбыс жазу, яғни өзіңіз дыбыс жазасыз. Ал мынау, яғни минусовкаға айналдыру, вокалын удалить ету. Енді қараңыз, плюсовкамен бізде қалай шығады. Вот, плюсовкада осылай дауыс шығып тұр. Енді мына жерде микрофонның суретін басам и тыңдаймыз. Вот, достар, дауысын кішкене болса да азайтып тастады, яғни музыканың дауысын кішкене шығарып тұр. Және достар, оны басында солай болады. Вот, минусовка сияқты көрсетіп тұр. Бұл өте жақсы. Нелде мына нелер батырмалар, яғни секундтарда алдыға жазылады 5 секунд сайын. Және нелден рэп дегенді бассаңыз, осы кезде музыканы жаза аласыз. Және сіз бұны вокалын удалить етіп сохранить ете алмайсыздар. Бір жаман жері осы, достар. Обязательно аудио жазу керек. Мұнда көбінесе наушникпен жасау керек. Наушникпен жасасаңыз өте жақсы шығады. Если наушникпен жасамасаңыз, жаңғырып екі дауысты болып кетеді музыкаңыз. Вот, неке мен дауыс жазайын деп отыр. Мысалға, мен қазір осы кездегі сөйлеп отқан музыкамды, яғни дауысымды жазып отыр. Ол, яғни мен наушник болмағасын, бұл жазған жоқ, наушник керек негізі. Бірақта мен жазбаймын, өздеріңіз программа жазғаны, өздеріңіз жазуларыңызға болады. Және үстінден осында екі батырманы байқайсыз. Бұл не деп ойлайсыз? Басасыз. Бұл яғни вокалдарды түсіру. Мысалы, даусыңыз жетпей жатса, осы жерден вокалды түсіруге болады. Мысалға, вот, қараңыздар. Мінекей көріп тұрсыздар, достар. Яғни дауысы жуан адамдарға өте минусқа түсіресіз, дауысы жіңішке адамдарға плюсқа апарасыз, осылай жасайсыз. Осылай түсіресіз. Темпо дейді, бұны мен өзім дұрыс түсінбедім. Біртүрлі дауысты темпін басқаратын управление.
Енді осыдан кейін сіз музыканы жазасыз, достар. Музыканы жазып аласыз, мысалға. Так, қазір музыканы жазып алғандай қылайық біз. Наушник қосам, достар. Ал достар, мінекей мен жаңа дауысты жаздым. Мен жаңа дауысты былай сіздердің көздеріңізше жазып көрейін дедім. Бірақ та дауысты мобизем программасы қосылып тұрған кезде жаза алмайды екенбіз. Мен енді өлеңді айтқан жоқпын, ондай айтатындай дауысым, қатты дауысым жоқ. Жай сөйледім, просто сіздерге айтып сөйледім. Көріңіздер. Вот достар, көріпсіздер. Сізде дауыс жазғаннан осындай меню пайда болады, және де осылай басасыз. және де удалить батырмасы бар, удалить етіп тастауыңызға болады. Мынау секундтарда жылжытатын сол баяғы. Мына елде екі батырма тұр. Бұл яғни вокал, ол сіздің сөйлеген дауысыңыз. Ал музик деген ол яғни өлеңнің дауысын ақырындатып шығару. Мысалға қазір мен шығып тұр ғой, өлең дауысын басып тастаймын. Вот өзінің вокалда біздің дауысымыз жаңғырып кетті. Если наушник болмағанда бұл жаңғырмаушы еді. Және де дауысты осы вокалда ашсақ, құр минусовканың дауысы шығып жатыр. Вот бұл осы кезде осындай болады. Және де музык делайсыз, егер де сіздің дауысыңыз қалып қойып жатса, немесе асып кетіп жатса, осы жерден басқаруыңызға болады. Бірінен басасыз, ол өзі азайтады, және де дауысты қосады. Яғни дауысты уақыттың басқару деген сияқты. Мынау реверб волюм деген, бұл яғни дауысты вообще жаңғыртып жібереді, бір сахнада айтып отқандай боласыз. Жаңғыртып жібереді. Яғни достар, көрдіңіздер. Мына жерде үстінде музыканың белгісі және үстіне бір стрелка тұрады. Осыны бассаңыз, яғни сейв деген болады, сахнаға кетуіңізге болады. Өзіңіз фото қоюыңызға болады өзіңіздің. Достар, осылай сахнаға кетуіңізге болады. Және де үш нені бассаңыз, осы жерде сахнаға кетесіз. Мына жерде тоже сахнаға кететін, екеуі бірдей жалпы қызметі. Және достар, мына жерде текст жазуыңызға болады. Мына суреттің үстінен бассаңыз, осы жерде текст сияқты шығатын. Яғни мынау ВК-дан скачать еткен сөзі kazmus.net-те өздері жазып қойған. Мына жерде өзгертіп, өзіңіздің мысалы өлеңдеріңіздің сөзін жазып, сөзіне қарап отырып айта беруге болады. Яғни оны өзіңіз жасап аласыз. Және де сіздерге айта кетейін, яғни мына жерде үш сызықшаны көріпсіздер. Осыны бассаңыз, My Recording деген болады. Мұнда менің жазған барлық өлеңдерім о жерге шығады. Вот. Мына барлығы менің жазған өлеңдерім, достар, көріпсіздер. Осының барлығы мен жазған. Және де сеттингста, яғни автомат түрге келтіру үшін осыны басасыз. Ол өзі автоматты түрге келтіреді. Қалғандарын біле қоймаймын, достар. Если кешірім сұраймын. Және достар, осылай музыканы өзіңіз жаза бересіз. Басқа ешқандай ерекшелігі жоқ. Өте керемет программа. Жалпы маған өзіме осы программа қатты ұнайды. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар, достар.